Алла ризалығы үшін жасалған әрбір іс пен берген садақаның пайдасы мен сауабы мол. Садақаның үлкен кішісі болмайды. Не берілсе де ықыласпен, Алла разылығы үшін берілуі қажет. Алла біздерге мал-мүлік берсе, Алланың берген нығметіне шүкіршілік етіп, орнымен жұмсап, шүкіршілігі ретінде Алла разылығы үшін белгілі бір мөлшерін мұқтаждарға беру керектігін ескертеді. Ол туралы Құранда былай делінген: олардың малдарында қайыршының және жарлының да ақысы бар. Бір хадисте әр күні таңертең екі періште түседі. Бірі: ей Раббым, садақа бергенге садақасына қайтарым ретінде жанасын нәсіп ет десе. Екіншісі: ей Раббым, сарандық еткенге мал дүниесін опыт ет деп дұға етеді дейді. Алланың елшісі садақа беруде асығыңдар, өйткені апат садақадан озалмайды. Жасырын берілген садақа Алланың ашуын қайтарады. Жасырын не ашық түрде көп садақа беріңдер, ризықтарың көбейеді, көмекке ашық болыңдар, дұғаларын қабыл болады. Ауруларыңды садақамен емдеңдер, садақа барлық ауруды және бәлені қайтарады. Жақсылық өмірді ұзартады, садақа күнәларды кетіреді және жаман өлімнен қорғайды. Садақа қабір азабынан қорғайды, қияметте қамқорлығына алады. Садақа 70 түрлі бәленің алдын алады, бұлардың ең жеңілі алапес ауруы. Судың отты сөндіргендей, садақа да күнәларды жояды. Садақаны кез келген уақытта беруге болады. Алла разылығы үшін күндіз де, түнде де, жасырын да, ашық та беруге рұқсат етілген. Садақаларыңыз қабыл болып, жемісін екі дүниеде жеуді Алла нәсіп етсін.